Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін мен Жас фудблогер каналы. Сіздермен бүгін мен осындай әдемі және де қытырлақ үй жағдайындағы донер жасайтын боламыз. Өте күшті болып шығады. Олай болса кеттік. Ең алдымен осындай лавашты дүкеннен сатып аламыз. Ең алдымен біз салымын дайындаймыз. Оған шұжық, картоп, пияз және де қияр. Сосын бізге кетчуп пен майонез керек болады. Ең алдымен біз картопты осындай өткізгіштен өткізіп алуымыз керек. Мен картопты өткізгіштен өткізіп алдым. Енді пиязды кәдімгідей осы видеодағыдай тураймыз. Және де оның жан-жағын алып аламыз. Мінекей мен пияздардың барлығын турап алдым. Енді қияр, мен қиярды жуып алдым. Және де жан-жағын кесеміз қиярдың. Барлығын солай кесіп шығамыз. Мінекей мен барлығын кесіп алдым. Енді сол қиярларды өткізгіштен өткіземіз. Енді бізде шұжық қалды, оны да жақсылап тураймыз. Біз енді шұжықтарды салонка секілді тураймыз. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызбен істесеңіздер болады. Квадрат істесеңіздер болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз. Мен барлық салымын істедім. Енді картопты қуырамыз. Мінекей мен картопты қуырып алдым. Ең алдымен біз лаваштың үстіне шұжықты саламыз. Мен негізі еттің орнына шұжық қолдандым. Негізі донерге ет қосылуы керек. Сонда бұдан да дәмді болады. Содан кейін қияр. Және де қиярдан кейін бізде майонез.
Майонезді қосып алғаннан кейін бізге кетчуп керек болады. Және де оны майонездің үстінен тағы да ағызып шығамыз. Содан кейін біз солардың үстінен пиязды қосып жібереміз. Ең соңғы ингредиент ол қуырылған картоп. Қуырылған картопты көп қоссаңыздар болады. Бірақ тым көп болмауы керек, өйткені лавашты ораған кезде көп қиындық тудырады. Барлығын салып алғаннан кейін біз енді лавашты орауымыз керек. Мінеки мен орадым, өте күшті болып шықты. Мінеки мен 4 жасадым, енді бұларды табада қыздырамыз. Мен табада қыздырып алдым, өте күшті, әдемі болып шықты. Егер осы видео, осы рецепт сіздерге ұнаса, онда осы видеоға лайк басып, комментария жазып, және де тіркеліп, колокольчикті басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.